Есіл қаласында еркін күрестен өткен халықаралық турнир мәресіне жетті. Төлеген Ысқақов пен Мәди Ысқақовты еске алуға арналған сайыс биыл 20-шы рет ұйымдастырылған. Оған 4 елден 300-ге жуық спортшы қатысты. Жас палуандар 22 салмақ дәрежесі бойынша үздіктерді анықтады. Кейбір қатысушылар спорт шеберлігіне үміткер атанды. 2004 жылдан бері маусымның соңғы жексенбісі Есіл тұрғындар үшін ерекше күн. Себебі қалаға келетін қонақтар көбейеді. Биылдың өзінде шекара асып келген палуандар мен бапкерлер саны 500-ден асады. Бір қызығы бұл додаға мемлекеттен бір тиын да бөлінбейді. Бәрі демеушілер есебінен. Жалпы Есіл жұрты еркін күреске ертеден әуес. Сондықтан да болар аядай шаһардан 4-1-дей Қазақстан чемпионы шыққан. Биыл бұл турнирдің мерейтойы. 20 жылда мыңдаған жас палуанның бағын аштық. Осы уақыт ішінде турнирдің абыройын асқақтатып жүрген жандарға ерекше алғыс айтамыз. Бүгін олардың кейбіріне шапан жауып құрмет көрсеттік. Биыл турнирге алғаш рет тәжікстандық спортшылар қатысты. Одан бөлек Башқұртстан, Татарстан, Қырғызстан, Өзбекстаннан да балуандар келді. Қазақстанға алғаш келуім қарсыластарым қарымды екен, бірақ бізде 3 ай бойы дайындалдық. Бәйгені биыл ала алмасақ, келесі жылы тағы келеміз. Сайыс саңлақтарының дені 55 келіге дейінгі салмақта атой салды. Жүлде алғандар арасында қазақстандық спортшылар көп. Ресейлік қос палуан ғана 2-3 орындарға жайғасқан. Ал бәсекесі жоғары 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Әлкей Марғұлан топ жарды. Айтпақшы, Есілден шыққан жас палуан жақында әлем чемпионатына аттанады. Қазір қаладағы жаңа спорт кешенінде күні-түні дайындалып жүр. Бұл жарыс халықаралық жарыс. Өте күшті жарыс. Үлкен деңгейде болып жатыр. 6 елден келген спортшылар. Бұл жарыс өзімнің ауылында өтіп жатқаннан кейін мен үшін маңызды жарыс. Жалпы боз кілемге шыққан бірде-бір спортшы Құралахан қайтпады. Ұйымдастырушылар жастардың жігерін жықпау үшін әрбіріне арнайы сый-сияпат дайындаған. Ал топ жарғандар қаржылай қолдауға ие болды. Әлемге дайындап жатқан балаларымыз бар. Олимпийский резервта өзіміздің Шлома Никита дейтін бар, Әлкей Марғұлан дейтін бар. Қазір тағы бір спортшыны дайындап жатырмыз. Түркебай Ерлан дейтінді. Осы Олимпийский резервте болады. Енді Құдай қаласа өзіміздің бір чемпиондарымыз болады енді. Ұйымдастырушылар болашақта қаланы еркін күрес орталығына айналдырамыз дейді. Бұл жұмысты жасындай жарқ еткен марқұм Мәди Ысқақов бастаған екен. Шаһардан шыққан тұңғыш Қазақстан чемпионы 19 жасында спорт шебер атанған. Есілден шыққан спорт шеберлері дәл осы энергетик кешенінде жаттыққан. Қазір мұнда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Ал тұрғындар шаһардың атын шығарып жүрген мақтаныштарын ешқашан ұмытпайды. Сондықтан кешен алдына Есіл күрес мектебінің негізін қалаған Төлеген Ысқақовқа арнап арнайы ескерткіш тақтасын да қойыпты. Біз шын көзі кеткен соң ғана ардақтап жатамыз. Төлеген мен ұлы Мәдиде қазақ спорт үшін тер төккен жандар. Осы Қостанай мен Ақмола облысындағы жастардың тең жартысы бұл қос батырды таниды. Сондықтан болашақта Төлегеннің шәкірттері ұстаздарын арнап үлкен ескерткіш орнататын шығар деп ойлаймын. Қазір қала жастарының 200-ге жуығы күреске қатысады. Су жаңа кешенде жаттығу жасағысы келетіндер қатары күн санап көбейіп келеді. Бұл қарқынмен Есіл қаласы елдегі еркін күрес палуандарының нағыз шеберханасына айналары сөзсіз. Алтынбек Амит, Ілияс Түкібай, Жібек жолы.